көжектер. Соңғы вақытта үркек тым еріншек болып жүр. Тіпті ойынға да қызықпайды. Көп уақыты ұйқымен өтіп жатыр. Орман олимпиадасына қатысатынын білсе де, әлі дайындығын бастаған жоқ. Бір қалыпты жүгір, үрпек. Асықпа. Әйтпесе тез шаршап қаласың. Я, осылай жүгірсем, шаршамайым. Үркек, тез шық. Біз келдік. Ау! Үркек! Қалдарың қалай, балақайлар? Достарың әлі ұйқысынан оянбады. Күте тұрыңдар. Қазір оятып жіберейін. Жарайды, біз күтеміз. Анашым, бүгін жүгірмей қояйыншы. Жаттығуды ертеңнен бастаймын. Ұйқымды ашалар емеспін. Орман олимпиадасына дайындалуың керек қой, көжегім. Ұмытқан жоқпын. Үрпектің ұйқышылдығы әдетке айналып кетті. Күнделікті таңғы жаттығуын ұмытты. Ал Алан мен Үрпек болса, дайындықты үзген жоқ. Бүгін Орман олимпиадасында спортшы балақайлар күш сынасады. Кім белгіленген қашықтықта бірінші болып жүгіріп өтсе, сол жеңіске жетеді. Үркекжан, қой жылама. Мен соңында қалып қойдым. Соған ашуланып отырым. Көжегім-ау, не үшін ашуланасың? Егер достарың сияқты күнде жаттыққаныңда, бірінші келер едің. Үркекжан, анаң дұрыс айтады. Бұл саған сабақ болсын. Еңбектенбей жетістікке жету мүмкін емес. Ал дәл қазір көңіл күйіңді түсірудің қажеті жоқ. Одан да барып достарыңды құттықта. Ерінбеген, бүгінгі жұмысын ертеңге қалдырмаған жан ғана батыл барыс Алан сияқты тек алда жүреді.